Самұрық-қазына Construction акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес құрылды. Алғашында Самұрық-қазына жылжымайтын мүлік қоры деп аталған. Дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында 3000-нан астам үлескердің мәселесі шешілді. Астана, Алматы қалалары мен Алматы облысында 20 нысан пайдалануға берілді. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй бағытында 19 нысан және коммерциялық тұрғын үй бағытында 11 нысан салынды. Біз тұрғын үй кешендерінің құрылысына инвестиция құямыз. Импорт алмастыруға бағытталған құрылыс материалдарын өндіретін зауыттарды іске қосамыз. Самұрық-қазына Development еншілес компаниясы техникалық қадағалау қызметін көрсетеді. Сенімгерлік басқаруға берілген компаниялардың өнеркәсіптік жобаларының құрылысын бақылап басқарамыз. Осылайша Атырау қаласында қуаттылығы 310 мегаватт болатын бу газ турбиналық электр станциясы іске қосылды. Түркістан қаласында қуаттылығы 1000 мегаваттқа дейінгі бу газ қондырғысы базасында электр станциясын бой көтеруде. Астана, Алматы және Түркістан қалаларындағы әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылыс процесін басқарамыз. Арыс қаласындағы ғимараттарды қалпына келтіру жұмыстарына атсалыстық. Бізге әлеуметтік маңызы бар жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасын жүзеге асыру сеніп тапсырылды. Қазақстан бойынша 740 мың оқушыға арналған 369 мектеп есігін айғара ашады. Бізге 15 жыл. Самұрық-қазына Construction. Кәсібилік, сапа мен сенім. Әрбір жобада. Жаңа белестер жолында табысқа жету стратегиясы.